Міне біздің мысық. Ой! Енді айналдырайық, кімге ең ащы түседі. Блин! Қазір көреміз қандай болады. 1, 2, 3. Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Ужас видео болайын деп жатыр. Неге десеңіздер, бүгін Spicy Bean Boozle көп адамдар күткен видео. Бұл дегеніміз достар, мына жерде Ащы конфеткалар ішінде жатыр. Міне бізде осындай мына жерде конфеткалар түрлі түсті. Конфетка дегенде негізі оны бабы деп айтады. Ананы сладкий бабы дейтін, аны острый бабы дейді. Короче, мына жерде осы ағылшынша көп жазылған, орысша бар, шрирача, кайенский перец, перец хабанера, халапеньо және Каролина Риппер дейді. Каролина Риппер дегеніміз достар, Ол өлім деп санай берсек болады. Неге десеңіз, ол әлемдегі ең ащы бұрыштардың бірі. Қысқасын айтқанда біз мынандайды аламыз, айналдырамыз, кімге қандай бұрыш түседі, соны жейтін боламыз. Және де видео. бастай берейік. Кетші құрттың ғой бәрін. Бастапқы 3 конфетканы шрирача, халапеньо және кайенский перецті біз жай ғана дәмін көреміз. Бұлай рулетканы айналдырмай, өйткені өткендегі видеода Біз мынаны достар айналдырған кезде, мынаны бүйтіп айналдырған кезде Әлиге 3 рет подряд скунс түсті. Бұрайық. Да жоқ! Скунс 3 рет. 3! Сол историяны қайталанбас үшін жай ғана дәмін көреміз, а кейін уже рулеткамен айналдырамыз. Себебі қазір біз видеоны бастап бірден осы мына Каролина Риппер түсетін болса, онда біз өкінішке орай видеомыз қысқа болып қалуы мүмкін. Сондықтан сондай шешімге келдік және де бастай берейік деп ойлаймын, Наконец-то мощный челлендж қайттан болады. Осындай челленджтар үшін біздің подписчиктер біздің арнамызды жақсы көреді. Дәл қазір біздің арнамызды кім подпискасыз көріп отырған болса, мына жерде қызыл подписация батырмасын осылай басқаныңызда тіркеліңіздер. Ал біз бастай берейік. Енді біз сүтті дайындап қойдық арнайы. Өйткені өткендегі видеода мен жайлы ешкім ойлаған жоқ. Маған жылы сүтті Әділ берді. Сүт неге суық емес? Порядок болу үшін біз бөліп тастайық. Дұрыс айтасың. Ё-моё, иісін көрші. Перец иіскеген сияқты ғой мына. Міне достар, бізде мына жерде осындай күшті конфеткалар. Енді біз оларды мына жерге бөліп тастайтын боламыз. Енді бәрі көріп тұрған шығар, мына жерде түсте айырмашылығы бар. Ашық түстері ол басқасы. Хабанера ашық түсті. Короче, шрирача, мынау сала берейік. Так, бұл бізде хабанера ма, қалай? Хабанера. Нарутоның любительдері білетін шығар хабанера екен. Кім екен комментарияда жазып кеттіңдер. Егер білмесеңдер, позор сендерге. Кім ол хабанера? Сен білмейсің бе? Жоқ. О, чорт. Жоқшын кім ол? Хабанера Нарутоның мамасы ғой. Кішкентай кезінде сөйтіп айтады. Жгучий красный перец деп па, бірінші вообще бұл. Бізде мына жерде халапеньо көп екен, шрирача аздау. Мынау бізде кайенский перец, тоже аздау. Каролина Риппер көп екен. Және хабанера тоже аз емес. Мына жерде біз сіздерге шкаланы көрсетеміз. Ашшылықтың бастапқы 3, мынандай 1, 2, 3 бұрышты біз соревнование істеп көреміз. Кім қанша шыдайды? Соңында ең екеу аштық қалады, соны айналдырамыз. Ал қазір біз просто өзара жарысамыз. Ең жеңілі шрирача, получается. Али біреуін ал. Мен де біреуін аламын. Бастаймыз ба? Қорқып тұрмын. Бастаңғысын кәдімгідей шайнап тастайық, 1, 2, 3. Перецтің дәмі. Вкусный перецтің дәмі. О!
Сен қалай музыканы тыңдап отырсың? Жестко ашулы. Али, мен жақсы өлеңдер тыңдаған кезде осыны негативті заттар бәрін ұмытып қалдым. Мысалы, мына ащы затты мен даже сезбей тұрмын. Әсіресе Жайлау Фай арнасындағы музыкаларды тыңдаған кезде мен барлығын ұмытып қаламын. Жалпы өзім көлікте, жұмыста уақытымды өлеңдермен өткізгім келген кездерде Жайлау Фай YouTube арнасындағы өлеңдерді тыңдап жүремін. Бұл жай қазақша өлеңдердің плейлисті емес. Бұл жаңа ырғақтағы қазақи әндердің жиынтығы. Өзіме ұнайтыны әр ән, әр әуен еліміздегі талантты битмейкерлердің өңделуімен шыққан. Бір видеоға жиналған әндердің ерекше ырғақты да әуенді болғаны соншалық, оларды қазақ тілін білмейтін шетелдіктер де репитке қойып тыңдап жүреді екен. Өлеңдер 1 сағаттан асатын видеоға жиналып ыңғайлы етіп істелінген. Сонымен қатар видеодағы анимацияға қарап уақыттың қалай тез өтіп кеткенін байқамай да қаламыз. Арнаның авторлары бұл жобаны дамытуды көздеп, барша еңбектеніп жүр. Сондықтан ана тіліміздегі сапалы әуендерді тыңдап, қолдау көрсетейік. Ол үшін достар, сипаттамадағы және ең бірінші пікірдегі сілтеме арқылы видеоға өтіп, арнаға тіркеліп кетіңіз. Және біз пазлдан келдік деп пікір қалдырып, тіркеліп қолдаңыздар. Бірақ Али, острый, вкусный деңгей бар ғой. Ащы, дәмді, бірақ не қойдың ба? Я дәмді. Я просто вчера кимчи ел, астартасы осыны. Да я тоже вчера ел острый. Білесің мен не үшін жалмай қойдым? Дәмі тым қатты бинбузл. Вонючкаға ұқсайды да қатты. Бинбузлдың өзінің бір ерекшелігі бар, шын айтатын болса. Тәтті болса да жаман дәмі бар ғой. Мына жерде жылау өткен сияқты болды, иә? Қазір нормально болып тұр менде. Шынымды айтайын, қазір нормально. Басында жаңа шайнаған кезде что-то блин. Каролина Риппер походу тура жесть болады. Кәдімгі болады. Ана сен жеген Каролина Риппер сияқты мен болады. кішкене терлеп кеттім уже. Давай халапеньоны көрейік. Бірақ менің ойымша шерирача халапеньодан шыдамды. Мен просто өзім ащы емес, дәмі кішкене жаман болғандықтан құсып жере жаздым. Давай. 1, 2, 3. Жаңағы сияқты ащы емес. Енді келе жатыр аштығы. Бенбузлдың жаман бір түсі бар конфеттен. Тіске жабысып қалады ғой. Бірақ уже кішкене үйреніп қалдым, не? Аузым үйреніп қалды. Мына шерирача, шын айтатын болсам, сондай вкусный острый болды. Жоқ, маған дәмі ашыны, шерирачаның дәмі ұнаған жоқ. Халапеньо еще нормальный. Уже кішкене су ішкім келіп тұр, салқын. Бірақ шынымды айтсам бар ғой? Кәдімгі ана острый перчик дейсің. Иә, острый перчиктің дәмі. Ана донермен беретін острый перчик. Может, су ішіп жіберейік, а? Просто су, иә? Или үшіншіден кешейік. Давай үшіншіден. Кайеннен кейін, иә? Так, давай. Көрейік. 1, 2, 3. Пока сезіп тұрған жоқ. Мықты бұрыштарда сондай болды. Ол сразу ұрмайды да сені. Енді сезіп тұрсың ба? Ол кейінірек келеді. Бірақ менің ойымша мынау острее болды ма? Енді ұрып жатыр. Енді арқадан толқындар кетіп жатыр. Алдындағыларға қарағанда кішкене қаттырақ, иә? Иә, су ішерейік пе? Давай. Ананы бастамай тұрып. Тілді күйдіріп жатыр. Тілін арт жағын күйдіріп жатыр, иә? Жоқ, мен мына жермен жедім. Мә, вот это Кайф қой. Енді сен түсініп жатырмын ана видеоның. Мына жерде подсказка бойынша Алидің ең ащы чипсы жеген көре аласыздар. Кәдімгідей басып тастайды екен, иә? Анандай қатты Алидің қиналғандай пока деңгейге жеткен жоқпыз. Бірақ біз уже су ішіп жатырмыз да? Айналдырамыз ба? Сулифа. Мен бірінші. Енді айналдырайық, кімге ең ащы түседі. Мә, сразу не түсті, ә? Блин! Жоқ, қасы айналдырасың, может саған да сол түседі. Қазір көреміз қандай болады хабанердің вкусы, реакциясын. Сіз өзіңіз дәл қазір көре аласыздар. Білмеймін қалай кіресейін, кішкене шошып тұрмын. Өткендегі Алидің реакциясы көргеннен кейін маған қорқыныш болып тұр. Ал енді 1, 2, 3.
Пока сладкий. Ол мықты бұрыштарда ылғи солай болады. Тәп-тәтті болады да потом кейін сақ етіп ұрып жібереді бар ғой. Ну, бага... Шыдамды. Бір қызығы, аузымда былай деп демді алған кезде острый болып тұр. Тыныш демалмай тұрсам, мыналардың деңгейіндегі острый, бірақ тілмен қозғаймын ғой былай. Ауыз ішінде как будто отпен нетіп жатқан сияқты болады. Можешь анық қолмен көресің. Ё-майо. Тағдырым сондай ма. Мінеке достар, Али Каролина Риперді жемей тұрып, біз осындай мороженаларды алып келіп қойдық. Блин, Али, сен аяп тұр. Жарай. Кәйтпе, нормально бәрі. Контент қой бәрі. Көрермендеріміз лайк басып кетсе болды. 1, 2, 3. Көзің кішкене дірілдеп жатыр. Қалай, чипсінің деңгейіне жеткен жоқ па? Қойш. Жоқ, онда жоқ. Давай, мен жеп көрем енді. Енді келіп жатыр ма? Жоқ. Просто дәмі кішкене противныйда. Шыдамды. One Chip Challenge-ға жеткен жоқ. One Chip Challenge-ға жеткен жоқ. One Chip Challenge 20 есе, 30 есе ашты болды мынадан. Құлаққа кішкене берейін деп тұр, бірақ әлі сөйлей алам. One Chip Challenge деген кезде мен сөйлей алмай қалдым. Деп қалдым. Мына жер нормально. Менің өмірімдегі бірінші Каролина Риппер мынау. Көрейік, дәм танысайық. Жинап жатыр, е? Бір жаманы еще аузына тісіне жабысып қалады ғой. Сен жеп болдың, кейін тағы әлі күйдіріп тұрады. Толықта ауызымен сезіп, ерейін деп қалған кезде соңында қалады ғой, соларды жұтып қойдың. Ей, қасқадан құртасың еді. Анандай деңгейде емес, шын айтатын болсам. Или қазір бер жатыр ма? Просто ауызда ыстық болып жатыр, страшно. Ё-моё, құсқым келіп кетті, прикинь. Бізде шыдау деген мақсат жоқ негізде. Онда мороженое жейін. Жоқ, қазіргі ойым менің, ащы Каролина Риппер. Бірақ мен все равно One Chip Challenge қаттырақ деп ойлаймын. One Chip Challenge по-любой қаттырақ. Бірінші істегеннен кейін кетіп қалды, байқадың ба? Өткенде сен қанша? 5 мороженое ма, 6 мороженое жедің, басылған жоқ. Басылған жоқ қой ащы. Менің ойымша осымен видеоны тоқтатуға болады. Spicy Bean Boozled біздің ойымыздағыдай болып шыққан жоқ деп ойлаймын. Сенің ойың қандай? Достарыммен бірге қосылып, оны ойнап жеуге болады. Ашы көп жемейтін адамға бұл тым ащы болады. Мінеке достар, бүгінгі видеомыз бізде осындай болды. Егер сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыз, әдемі пікірлерді жазыңыз. Сонымен қатар әлі күнге дейін біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасын осылай басып қалыңыздар да тіркеліңіздер. Ал біз осы жылы Puzzle Life-ты 1 миллион подписчикке дейін жеткізейік, сондықтан тіркеліңіздер, өз туыстарыңызды шақырыңыздар, достарыңызды шақырыңыздар. Ал біз болсақ бүгінгі видеоны тоқтатайық. Сіздермен болған мен Али, Әділ. Бүгінге осы Puzzle-ға жазыл. Бұрын ақ кетеді? Сенде де болды ма? Бізде артық мороженое қалды. Положу. Біз дәретханаға по-любой жүгіреміз бүгін. Офисқа барайық па? Офисқа барайық па? Барайық, мен де етек өмір бойы понос. Ерейін деп қалыпты бәрі. Қалай жүр, Маразин?